Өз қиындықтарыңды ешкімге айтпа. Себебі олардың 80%-ына сенің қиындықтарың қызық емес. Ал қалған 20%-ы сенің қиындықтарыңа тап болғаныңа іштей қуанады. Бастаған ісіне айналаңдағылар күле қараса, жетістікке жеттім дей бер. Мақсатыңды жазып отыр. Көп мақсат қойма, бірнеше мақсат жеткілікті. Бір мақсатқа жеткеннен кейін жаңа мақсат қой. Бүгін уақыт жоқ, ертең көңіл жоқ, ал арғы күні біз жоқ болуымыз мүмкін. Ештеңені ертеңге қалдырмаңыз. Дәл қазір өмір сүріміз. Өкінбе, өкпелеме бүгініне. Өмір, өмір. Болмайды түмілуге, мәңгі сені жазбаған сүрінуге. Қайта тұрып хақың бар жүгіруге. Өкінбе, өкпелеме бүгініне. Болашағым қатты уайымдаған адам бүгінгі күннің бақытынан айырылады. Бүгін ешкім істегісі келмейтін іспен айналсаң, ертең ешкім қол жеткізе алмаған жетістікке жетесің. Егер болмашы түйткілдерге мән беретін болсаң, онда ешқашан жетістікке жете алмайсың. Уақыт өткен сайын көргендер шын қуантатын адамдардың қатары сиреп бара жатқанын байқаймыз. Сізден өздері сұрамайынша ешкімге ақыл айтпаңыз. Адамдар олар үшін істеген жақсылықтарыңызды ешқашан байқамайды. Есесіне, олардың айтқанын бір рет орындамасаңыз, оны ешқашан ұмытпайды. 1000 шақырым жолда алғашқы қадамнан басталады. Адамдар барлық нәрсенің бағасын біледі, бірақ құндылығын түсінбейді. Адамдарға шын ниетпен міндет қылмай жәрдем беріңіз, бірақ жалқаулар мен еріншектерге емес. Бәріміз тірі кезімізде бақытты өмірдің дәмін сезінуіміз керек. Өмірде қандай жағдай болмасын, адамдық қалпыңды сақтауды ұмытпа. Жаныңдағы жанашырың сенің барлық қателігіңді кешіріп, саған қамқорлық танытқан үшін оны алақаныңда аялап ұста. Өйткені өмір бізді ондай адамдармен бір-ақ рет жолықтырады. Өмір жолында кездескен адамдар саған бекер жолықпайды. Олардың біреулері саған өмірлік сабақ береді, сені шыңдайды. Енді біреулері бақыт пен қуаныш сыйлайды. Ешқашан біреудің өткеніне күлме, өйткені сен де өз болашағыңнан бейхабарсың. Айналаңдағы адамдардың бәріне құрметпен қара, мейлі сені ренжіткендер болса да. Сонда сен басыңды тік көтеріп жүретін боласың. Әрекет мыңдаған қажетсіз сөзден артық. Ішкі жан дүниеңді өзгертпейінше, басқа елге көшіп кетсең де, басқа адаммен жолықсаң да, келбетіңді өзгертіп тастасаң да бақытты бола алмайсың. Кейде өмір сені өзің қалаған адамдармен емес, саған керек адамдармен жолықтырады. Олар қиындық тудырып мықты етеді. Кейде өмірлік сабақ үйретіп, жаныңды жаралайды. Сонда сен болғың келген адамға емес, болуың керек болған адамға айналасың. Тіліңді, байлығыңды қорғағандай қорға. Сонда өзіне қатысы жоқ нәрселерді сөз етпейсің. Бір адамнан жылылық күтіп, өмір бойы қиналғаннан гөрі, онымен қоштасып бір рет қиналған артық. Бақытты болғың келсе, адамдарға немесе дүниеге байланбай, мақсаттарыңа қарай қадам бас. Өзгеге істеген жақсылығың да, жамандығың да міндетті түрде өзіне қайтып оралады. Бұл ешқандай жаза емес. Бар болғаны әлемнің заңдылығы. Адамның нағыз адам болғаны қандай тамаша. Өлменше ешкімді толық бақытты деп айта алмаймыз. Өмір баспалдақтармен көтерілу жолында кездескен адамдарға сәлемің түзу болсын. Сонда қайта төмен түсе жолында олар саған қол ұшын созатын болады. Тағдырдың ең үлкен сыйы жаныңда сенің барыңа шүкір ететін адамның болуы. Күле біл, әрқашан күле біл. Бұл дүниенің қадірін біле біл. Әр күн сайын Аллаға шүкір айтып, бақытты болып жүре біл. Алла, қиыншылық келсе сабыр мен төзім бер. Бақыт берсең, бағалай білуді қоса бер. 1. Өзіңді ұмытпаған пенденің жүрегіне иман нұрын төге көр. Жаратқан біздің кіммен бақытты болатынымызды біледі. Сондықтан бізге қажет емес адамдардан айырып, лайықты жандармен жолықтырады. Мен туралы көптің не ойлайтыны маңызды емес. Маңыздысы Алла разы болса болғаны. Қиындықтардан қашпа, тағдырдың жазғанынан қашып құтыла алмайсың. Жаңа таң атса, кез келген қиындықтан өте аласың. Қазақта елін сүйген ер, елі үшін туады деген сөз бар. Үлкен сөз ой.
Жаны мен жаны үндес, ойы мен арманы үйлескен адамдар егіз жандар. Қиындықтардан қашпа, тағдырдың жазғанынан қашып құтыла алмайсың. Жаңа таң атса, кез келген қиындықтан өте аласың. Қазақта елін сүйген ер елі үшін туады деген сөз бар. Үлкен сөз ой. Жаны мен жаны үндес, ойы мен арманы үйлескен адамдар егіз жандар. Қазақта айтады, қызың жақсы болса бір бақыт, ұлың жақсы болса мың бақыт, келінің жақсы болса шын бақыт. Егер ісім өнсін десең, ретін тап. Дүние бір қисық жол, бұралаң. Бақыт тайса, елге дәулет құра алмайды. Күніне 99 бәле көрсен де, бір Алладан күдер үзбе. Бәрі қолайлы уақытты күтеді, ал уақыт ешкімді күтпейді. Біреудің мінін көргенше, жамандығын тергенше, өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзіңмен алысқан абзал. Өзіңді жаман сезінген жерге ешқашан қайта оралма. Бір рет көмектесуден бас тартқан адамнан қайта көмек сұрама. Бір рет саған қиянат жасаған адамды қайта жаныңа жолатпа. Бір кішкентай баладан сұраған екен, кешіру деген не деп? Сонда бала, кешіру дегеніміз гүлді қанша таптаса да жұпар иісін шашуын тоқтатпау деп жауап беріпті. Өміріңді басынан қайта бастай алмайсың, бірақ оны басқаша өзгертіп жалғастыра аласың. Пессимистер қорқады, ал оптимистердің арманы орындалады. Өмір мұхит, уақыт толқын. Жетістік кілті басқалар ұйықтап жатқанда ояу болу. Басқалар қол қусырып отырғанда еңбек ету. Басқалар ойнап жүргенде дайындалу. Басқалар тілет тілегенде армандау. Егер келешегіңнің жарқын болғанын қаласаң, батылданып алға ұмтыл. Артыңнан түкірсе, демек сен алдасың. Өмірдегі ең маңызды нәрсе басқалардың айтқанына қарамастан өзіңе сену. Сен берілмегенге дейін жеңілген жоқсың. Ойланып толғанған адамға ғана ақыл дұрыс жол көрсетеді. Сөйлеуді үйренгенің өскенің, үндемеуді үйренгенің ақылыңның кіргені. Бұл планетадағы әр адам өз ақылмен ойланып, өзгенің пікіріне тәуелсіз шешім шығара білуі керек. Құлшынысың күшті болуы үшін мақсатың айқын болуы тиіс. Өзінің не үшін өмір сүріп, не үшін еңбек етіп жүргенін білетін адамдардың мотивациясы жоғары болады. Олар жай ғана әрекет етпейді, өздері үшін маңызды нәрселерге талпынады. Сол себепті мақсаттарың мен басымдықтарыңды анықтаудың мәні зор. Одан кейін соған сәйкес әрекеттер мен міндеттерді таңдайсың. Жұмысбастылық пен тиімділікті шатастырмаңыз. Егер жасаған ісіңіз мақсатыңызға бір табан жақындатпаса, қанша нәрсе орындағаныңыз маңызды емес. Тиімділік істелген жұмыстың саны емес, сапасы. Аз да болса, өз ақылың болсын. Құрметті көрермендерім, Алла разылығы үшін бір өтінішім бар еді. Егер видеоларым сізге пайдалы болып жүрсе, арнамаға жазылып қойсаңыздар, мен шын жүректен қуанып қаламын. Тек подписаться батырмасын бассаңыз жеткілікті. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін ең үлкен мотивация. Әрбір жазылушы мен үшін өте қымбат және ерекше. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздаршы. Үйлеріңіз берекеге, жүректеріңіз тыныштыққа толы болсын. Құрметті менің ең жақын көрермендерім. Егер сіз менің айтқандарымды түсініп, өмірімізде жақсы өзгерістерді көруге дайын болсаңыз, мені қолдап, арнама тіркеліп кетіңізші. Әрбір тіркелген адам мен үшін ең қымбат әрі бағалы адам. Сіздер менің күшімсіздер. Мен сіздермен бірге өсіп, дамып, өмірдің шынайы құндылықтарын ашатын боламыз. Бірге болайық. Тек құрметті адам болу емес, өзімізді сыйлайтын күшті адам болайық. Сіздерге ең жақсы тілектер мен қуат. Мен сіздер үшін әрқашан пайдалы боламын.